Сәлем достар, бүгін біз сіздермен жүзім жапырағынан долма дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Ендеше долманы пісіруді бастайық. Ол үшін алдын ала жуып дайындап алған жапырақтың үстіне қайнаған суымызды осылай құйып аламыз. Құйған суымыз жапырақтың бетін толық жауып тұру керек. 10 минуттай қойып қоямыз. Оған дейін біз долманың начинкасын дайындап аламыз. Мен тауық етін қолдандым. 350 грамм тауық етіне 1 пияладан сәл көптеу күріш саламыз. Сосын 1 пиязымызды турап, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, барлығын араластырып аламыз. Барлығын бір келкі болғанша араластырып алдық. Енді алдын ала дайындап қойған жапырағымызға салып, түйіп аламыз. Яғни орап аламыз. Мен сіздерге 3-4-еуін орап көрсетемін. Орап жатқан кезімізде қатты қысып немесе қатты бос етіп те орамаймыз. Орташа етіп ораймыз. Себебі қатты қысып жіберсе, күріш піскен кезде жарылып кетуі мүмкін. Міне барлығын орап дайындап алдық. Енді алдын ала қыздырып қойған майымызға турап дайындап қойған картопымызды жақсылап қуырып аламыз. Картопты қалауға қарай қоса берсеңіздер болады. Кейбіреулер көп, кейбіреулер аз қосады. Картопты жақсылап қызартып аламыз. Картоп қызарғаннан кейін пияз салып, оны да аздап қуырып аламыз. Аздап томатная паста қосамыз. Енді бетіне долмамызды жақсылап теріп салып шығамыз. Осылай салып алғанымыздан кейін су құйып аламыз. Долмамыздың бетін жауып тұру керек суымыз. Долмамыз қайнағаннан кейін газдың астын баяулатып, бетін жауып, долма піскенше қойып қоямыз.
Dolma еттің pişimine qaraydı. Tavuk eti tez pişip шығады. Сол себепті жарты сағаттай қойып қойсақ болады. Міне долмамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Рецепт ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.